Сәлем достар, сіздерге зебра пирогын ұсынатын боламын. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қолжетімді заттардан жасалады. Бисквитті пирогтардың бір түрі, шоколадтың дәмі сезіледі. Жасап көріңіздер. Менің балаларыма өте ұнады. Ең алдымен жасамас бұрын менің каналыма тіркеліп алыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Енді пирогты жасауға кірісеміз. Жұмыртқамызды бір ыдысымызға жарып салып аламыз. Оның үстіне қантты саламыз да екеуін жақсылап араластырамыз. Яғни қант пен жұмыртқа жақсылап араластырғанда көпіріп ағарғанша араластырамыз. Егер де сізде миксер болса, миксермен де араластырсаңыз болады. Мен сіздерге венчикпен жасап көрсетіп жатырмын. Не болмаса вилкамен де жасауға болады, бірақ ұзақ уақытқа араластыру керек болады. Міне бізде осындай ағарып, көпіріп масса пайда болды. Оның үстіне қаймақты саламыз. Одан кейін барып ерітілген сары майды саламыз да барлығын жақсылап тағы да бір араластырып шығамыз. Бұл жерде қаймақтың майлылығы 15-20% қолдансаңыздар болады. Сары майда да солай 72,5 немесе 82% майлылықтағы майды қолданса болады. Осылайынан жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай сұйықтау масса шықты. Енді қамыр қопсытқышты ұнның үстіне саламыз да кішкене араластырып жібереміз. Онымен одан кейін илеуіштен 2 бөліп өткіземіз. Бір бөлігін илеуіштен өткізіп саламыз да венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Яғни қамырымызда ұнымыз түйіршіктеліп қалмау керек. Одан кейін екінші бөлікті өткіземіз де қоймалжын қамыр шыққанша жақсылап венчикпен тағы да араластырамыз. Яғни түйіршіктер болып қалмау керек. Міне осындай қамырымыз қоймалжын болады. Енді осы қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Весиға салып өлшеп алып бөлсеңіздер де болады. Мен осылайынан весиға салып өлшеп алдым. Яғни бір жарты бөлігі 460 грамм ба сондай шықты. Осылай бөліп алдым. Сосын бір бөлігіне қазір какаоны салып шоколадты қамыр жасаймыз. Міне осылайынан бөліп алдық. Енді қазір осы бір бөлікке какаоны саламын. Видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Міне какаоны салдым. Енді венчикпен сол қамырымызды жақсылап араластырамыз. Какао қосылған қамырымыз дайын болды. Жақсылап араластырып алдық. Енді келесі кезекте формамызды әзірлейміз. Форманың түбіне пергамент қағаз төседім. Осындай шеті ашылатын форма қолдандым. Өзіңізде бар формаңызға осылай пергамент қағазын салып пісірсеңіз болады. Ақ қамырымыздан 3 ас қасық салдым. Одан кейін оның үстіне какао қосылған қамырдан 3 ас қасық саламын. Осылай кезек салып шығамыз. Яғни қамырымыз біздің таусылғанша осылай кезек ретімен саламыз. Бір ақ, бір қара қамырдан осылайынан салып отырамыз. Сонда біздің қамырымыз шетке дейін, домалағы листіміздің шетіне дейін қамыр осылай жайылып осындай болады. Яғни зебра тәріздес болады. Одан кейін осының үстіне узор жасасаңыз болады. Өз қалауыңыз бойынша тіс шұқығышпен осылайынан алдында узор салып шықтым. Әдемілеп өзіңіздің фантазияңызға қарай әрлесеңіз болады. Міне осылай болып шықты. Егер де сіздің пешіңіз конвекция болса 150 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Ал егер де конвекциясы жоқ, асты үстімен қызатын духовка болса 180 градуста 40-45 минутта пісіріп аласыз. Міне менің пирогым пісіп шықты. Өте әдемі болып шыққан. Узор қалай салдым, солайынан болып шықты. Пирогымызды толықтай суыттық. Осындай пирог салатын тарелкемізге салдық та енді кесіп көреміз.
өте жұмсақ, оңай кесіліп жатыр. Қазір арасын көреміз, қалай болып шыққанын. Өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Жасап көріңіздер. Шай ішуге өте таптырмас дәмді пирогтардың бірі. Осы пирогтың видеосы сізге ұнаған болса, жасап көріңіз. Ссылканы достарыңызбен, құрбыларыңызбен бөліссеңіз болады. Лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.